Қайырлы күн, құрметті көрермендер, армысыздар, ардақты ағайын. Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде волейболдан ерлер командалар арасындағы ұлттық лиганың екінші туры. Кезекті ойын күні Атырау мен Павлодар арасындағы матчты тамашалаймыз. Бұл жұпта енді Атырау командасы айқын фаворит. Александр Дмитриев. Тағы да тосқауылда өте тамаша ойнады Атырау волейболшылары. Кириченко. При счете 4-12 для его команды. Неплохо. Мяч достается и сейчас суд. Так, что здесь опять? Ошибка в передаче. Бірақ Павлодардың пайдасына шешілді. Бұл сәтте ұпай. Артқы аймақтан шабуыл өте жақсы. Парасат Шәріпов әлгі қателігін жуып шайғандай болды. Осылайша 9 ұпай басымдығымен Атырау командасы жеңіске жетті. Бірінші партияның үздік сәттерінен үзінді тамашалай отырайық. Любую партию, либо матч, если у Павлодара, да, право первой подачи. Алмаз Кариш. Здорово сейчас. В край блока по линии. И в аут. 1-0. Осындай ойындарда көп мүмкіндік, көп тәжірибе жинақтауға мүмкіндігі бар Мертаевтың. Неталин. 10-5. Волейболшылар өте қырағы. Тізгінді бергісі келмейді. Айбат Неталин екінші партияның нүктесін қойды. 25-13. Жалпы есеп 2-0. Енді бұл ойынның 3 партиядан аспайтын әу бастақ белгілі болған.
ближайший резерв с первых минут появляется. Плохая доводка и ошибка. Ошибка со стороны игроков от РАУ. Хотя сейчас вот именно они пытаются с судьей на вышке оспорить решение того, что вроде как с их стороны не было касания сетки. Смотрим отсюда. Ну вот внизу, когда Миртаев приземлился, сетки-то он точно коснулся. Тордан аспады доп. Миртаев. Блокаут болмаған екен бұл жерде. Сонымен павлодарлықтардың қателігімен аяқталды. Бұл ойын 25-те 17. Жалпы 25-те 16, 25-те 13, 25-те 17 есептермен аяқталды. 3-0 есебімен Атырау командасы жеңіске жетті. Атырау енді турнир кестесінде тағы бір сатыға жоғары көтерілмек. Әзірге деп айтайық. Есіл мен ұпайы тең негізі. 16-да 16. Қосымша көрсеткіштер арқылы ғана Есіл командасы алда тұр. Қазір енді 4-ші орынға көтерілді Атырау командасы. Бүгін тағы 3 ойын бар. Алтай Маңғыстау, Тараз Буревестник және Есіл Ұшқын Көкшетау командалар ойнайды. Ендеше Қазспорт арнасы қосылу болсын ағайын. Назарларыңызға рахмет.